уақытта таяп қалыпты. Оның жасы 21-де. Ол көпшілікке өте пайдалы мобильді қосымша ойлап тапқан. Ендеше қарсы алайық. InHelp жобасының авторы Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің Астрахан аудандық нөмір 7-ші өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы Әділет Алтынбекұлы. Ендеше қонақжай студиямызға барайық. Қайырлы таң, Әділет. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Армысыздар. Айлап атқан таңдарын хабар телеарнасымен бірге қарсы алып жатқан қазақ елі. Ой, бәрекелді. Енді осындай өрт сөндіруші жігіт керемет сөйлейді, мен ойлап отырмын, мен осындай қосымша, мобильді қосымшаны қалай ойлап табу жүр, қалай барлығын үлгеріп жүрсің, не қосымша, осы бастайықшы осыдан әдеп? Жалпы мен осы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті Help дегеніне қарағанда енді бір көмекке байланысты сияқты, иә? Иә, көмекке байланысты. Мен осы еліміздегі құтқарушылар дайындығы жалғыз жоғары оқу орны Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институтының түлегімін. Осы институтта оқып жүрген кезде институт басшылығынан, профессор оқытушы құрамынан көптеген, яғни қолдаулар болды, мүмкіндіктер берілді. Осы мүмкіндіктерді пайдаланып InHelp атты мобильдік қосымшасын жасап шығардым. Жалпы бұл жердегі InHelp деген сөз, яғни көмек деген мағынаны білдіреді. Ол негізгі сол 4 бағыт бойынша жұмыс атқаратын болады. Мақсаты не оның? Оның мақсаты, яғни адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оның ішіндегі сол негізгі 4 бағыты дегенім ол өрт және төтенше жағдай кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету кезіндегі іс-әрекеттер алгоритмін 4 негізгі форматта, яғни фото, аудио, бейне, мәтін түрінде адамдарға осы мобильді қосымша арқылы жеткізу. Одан әрі қоғамдық ғимараттардың, яғни сан алуан түрі болғандықтан, оның ішінде мысалы адамдар жоғалып кету мүмкіндігі болғандықтан, олар, яғни өрт немесе төтенше жағдай болған кезде осы мобильді қосымша арқылы сол ғимараттан эвакуациялық шығулар мен есіктер, яғни көрсету сілтемесі арқылы бағыттайтын, яғни қызметі арқылы қауіпсіз жерге тікелей шыға алады. Сонда ол жазу ретінде ма, жоқ әлде сөйлеп тұра ма ішінде біреу? Ол жерде сөйлеп тұрады және жазу ретінде болады. Жазу ретінде болады, яғни көрсетіп тұрады. 3 тілде, қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі. Өздеріңіз таңдайсыздар, кірген кезде ең алдымен, яғни ең алдымен орналасқан облысыңызды таңдайсыз, қай облыста орналасқаныңызды, одан кейін әрі қарай тілді таңдайсыз. Сосын әрі қарай осы ішіндегі барлық қызметтермен толық, яғни көре аласыз. Тамаша, бір жағынан өте ұтымды бағдарлама екен. Енді барлық өңірлер деген қарағанда, сонда Қазақстанның барлық өңірі қамтылып отыр ма сол? Иә, Қазақстан бойынша барлық 14 облыс және 3 республикалық маңызы бар қалалардың бас жоспарларын қазіргі таңда жүргізіп жатырмын. Алматы, Шымкент қаласы. Бұл идея сенің жеке авторлық өзіңнің жұмысың, иә? Әлде біреу сілтеді ме сен? Жоқ, менің жеке жұмысым. Осы жұмысымды әрі қарай дипломдық жобамда қорғап шықтым. Бірнеше жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Тамаша. Соның ішінде Инактус жарысы және Менің арманым сияқты республикалық байқауларға қатысып, озып шықтым. Енді бір жағынан бір әскери адам сияқты ғой енді, әскери адам ғой, әскери адам осындай бір керемет ойлап табу, енді бір жағынан керемет қол соғуға туралы жағдай екен, жарайсың әділет, иә, мақтанышты кернеп отыр бір жағынан. Енді бұл бағдарламаларды сатып алады ғой? Бұл бағдарлама негізі жоқ, тегін болады. Себебі халыққа ыңғайлы бол үшін. Жүктеп алуға болады. Жоқ, халыққа бұл тегін көрсетіледі. Иә. Ал сізден бұл бағдарламаны сатып алды ма? Ал менен, яғни бұл бағдарлама менікі болып қала береді. Тек қана мен, яғни осы ғимараттардың бас жоспарларын осы бағдарлама ішіне енгізу үшін, қосымшаға кіргізу үшін, сол, яғни ғимараттың немесе нысанның осы басшылығы белгілі мысалы мөлшерде ақы төлеу керек болады. Сосын осыдан кейін әрі қарай, яғни жұмысын әрі қарай осы жүзеге асыра беремін. Ал заңды түрде патент жасап алдыңыз ғой? Негізі авторлық құқықты алдым, иә. Авторлық құқықты алдың, иә? Енді мынау жаңа Play Market, App Store деп жатырмыз ғой, енді сол бағдарламалар арқылы жүктеп алуға бола ма, әлде енгізілген жоқ па әлі? Негізі қазір ғимараттардың саны көп болғандықтан, енді Көкшетау қаласындағы қоғамдық ғимараттардың бас жоспарларын енгіздім. Алдағы уақытта енді Ақмола облысы бойынша және осы басқа да қалалардың қоғамдық ғимараттардың бас жоспарларын енгізу үстіндемін. Енгізіліп болғаннан кейін осы жаңағы аталған интернет дүкендерге шығатын болады. Негізі осы айда аяқталуы қажет. Аяқталу керек, иә? Тамаша. Яғни келесі айдан бастап жүктеп алуға болады ғой? Әрине. Сонымен Әділеттің мамандығы кім болды енді? Мен әлі дұрыс түсінген жоқпын. Тағы да бір қайталап айтып кетсең, Әділет. Менің мамандығым өрт қауіпсіздігі.
Иә. Яғни Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институтын биыл бітірдің. өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша әскери іс және қауіпсіздік бакалавр мамандығы бойынша аяқтадым. Қазіргі таңда Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесінің Астрахан ауданы Астрахан ауылы номер 7-ші өрт сөндіру бөлімі қарауыл бастығымын. Қандай ұзақ. Енді ол ары қарай магистратурамен жалғасатын шығар. Енді ары қарай иә, мен жалпы жоспарымда осы магистратураны және екінші жоғары оқу орнын оқу бар. Ары қарай көрші Ресей Федерациясы мемлекетінде басқа да осы, яғни төтенше жағдайлар саласындағы жоғары оқу орындары бар. Сол жерде ары қарай магистратура, адъюнктура сияқты бағдарлама бойынша оқуымды жалғастырамын деп жоспарлаудамын. Байқадың ба? Жасы нешеде? Жасым 21-де. 21-де. Иә. Айдын, сен байқадың ба? Әділет сөйлеген кезде фондық әуен сияқты медальдарының дауысы сыңғырлап шығып жатыр. Сол жайында сұрайықшы. Иә. Қандай ерлік үшін берілген? Бұл жерде осы, яғни Көкшетау техникалық институт қабырғасында оқып жүрген кезде оқудағы жетістіктерім үшін, спорттағы жетістіктерім үшін алған медальдерім. Ал мына жақта отырған 2 медаль бұл, яғни Қазақстан Республикасы бойынша ұйымдастырылған үздік студент 2018, үздік студент 2019 байқауының жеңімпазы ретінде білдіретін төсбелгі болып табылады. Оны бекерден бекер сұраған жоқпыз біз. Арғы күні 22 маусым полиция қызметкерлері мерекесіне орай Ішкі істер министрлігі генерал-лейтенант Тұрғынбаевтың өз қолынан лейтенант шенін алайын деп тұр екенсің. Иә. Қашан ол? 22-сі, иә? Иә, осы айдың 22-сі күні полиция күніне орай Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің генерал-лейтенант Тұрғынбаев Ерлан қолынан яғни алғашқы өзімнің арнайы лейтенант шенімді алайын деп жатырмын. Лейтенант шенін алайын деп жатырсың. Диплом алынды қолға, иә? Енді алдағы жоспар қандай? Енді алдағы жоспар елім үшін қызмет ету. Қызмет таңдалып қойды ма? Қайда жұмыс істейміз ары қарай? Иә, қызмет таңдалды. Осы Ақмола облысындағы Астрахан ауданында номер 7-ші өрт сөндіру бөлімі қарауыл бастығымын. Тамаша. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, алдағы жоспарын көрсете кетейік. Жаңағы мобильді қосымшаны іске асырғаннан кейін деген сияқты тағы да бір осындай керемет қосымшаларды жүзеге асыру ойда бар ма? Тек қана осы жобамен ғана тоқтап қаламыз ба? Жоқ, осы жолмен тоқтамаймын. Ары қарай, яғни осы мобильді қосымшаны ары қарай, яғни жетілдіру жолында жұмыс атқаратын боламын. Одан бөлек тағы да жер серіктер арқылы өзімнің, яғни жобам бар, сол жобамды ары қарай жетілдіремін деген жоспарым бар. Жер серік, осы, яғни КАСЧС-1 сияқты бір жер серігінде геостационарлық арнайы қызмет атқаратын, яғни еліміздегі болып жатқан өрттерді, яғни адамдар жоқ жерде, шалғай жерде орналасқан өрттерді адамдардан бұрын анықтап, оны осы сол аумақта орналасқан жақын өрт сөндіру бөлімшесіне жеткізу сияқты қызметтерді атқаратын болады. Яғни спутник арқылы, иә? Әділет, осы жаңағы қосымшалар жасаудың барлығын қайдан үйреніп жүрсіз? Жалпы негізі оны өзімнің қызығушылығымен үйрендім. Қанша жастан бастап? Қай кезде басталды бұл? Бұл негізі енді осы институтқа түскеннен кейін басталды. Неден басталды? Неден бастап алды? Ол бірдеме түрткі болған шығар енді? Ол жерде енді көптеген мысалы жарыстар, яғни болғандықтан осы жарыстарға қатысу ниетім пайда болды. Осыдан кейін осындай бір, яғни жалпы нақты осы инхелп мобильдік қосымшасы 2018 жылы Ресей Федерациясында Кемерово қаласында Зимняя Вишня сауда үйінде болған қайғылы оқиғадан кейін осындай ойға келіп, осындай идеяға салындым. Одан кейін ары қарай, яғни осындай мобильдік қосымша жасап шығарам деп ұйғарып, осы жарыстарға қатысып, жеңімпаз атандым. Жалпы бұл жерде ең басты мақсатым, яғни жарыстарға қатысу емес, бұл жерде яғни адамдарға көмектесу, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, осындай өрт немесе төтенше жағдайларды алдын алу болып табылады. Және қазіргі таңда адамдардың осы өрт кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсету кезіндегі іс-әрекеттер алгоритмін білмеуі көкейкесті мәселе болып табылады. Сондықтан да яғни адамдардың арасында төтенше жағдайлар саласындағы білімді ары қарай насихаттау менің басты мақсатым болып табылады. Иә, сені мақсаттарыңның барлығына жет деген тілек бізден болсын, Әділетжан. Шын мәнінде қуанып отырмыз, өте жан-жақты екенсің. Тоқтап қалма, идеяларың енді ары қарай жүзеге асып, керемет жобалар дүниеге келе берсін дейміз. Жұмысыңа табыс. Бүгінгі студиямызға алтын уақыт бөліп келгенге рахмет айтамыз. Идеяларың сарқылмасын. Біз тағы да күтетін боламыз. Мен Әділет арқылы мотивация алып отырмын қазір. Сіздерге де көп рахмет. Сондықтан бірімізде мотивация алып жүре берейік. Рахмет саған. Рахмет.